Қайырлы кеш. Қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Жарып жүріп, жанып жүрсіздер ма? Менен үйреніп. Керемет, бүгінгі күн сондай продуктивный болды өзім үшін. Сол үшін ресурсная женщина болып отырмын. Ойнадық, күлдік, кімнің кім екенін білдік дейді ғой, сол секілді. Әдемі бір керемет күн болды. Негізі мен үшін Құдайдың әр күні құтты. Көбісі менен сұрап жатады, армандар картаны қай кезде жасайсыз деп. Құдайдың құтты күні деймін ғой. Құдайдың құтты күні әр күн мен үшін құтты. Амансыздар ма? Вау, Мирастың Құралайы қалайсыз? Гүлдей жайнап шықтыңыз ғой еді. Гүлі жайнап, күліп ойнап. Мирастың Құралайымен шығып бір өлеңді тыңдау керек еді. Құралай, сенің ана Ақ Самара городок. Прямой эфирге шықшы мен деп сұрап отырмын. Естіп отырсаң. Ал жаным, сіздермен қосылып биледім ғой дейді. Бізде таңғы би, одан кейін четверг күні кешке 19:30-да осындай әдемі не болады. Ал халық жиналғанша қатып қалды дейді. Мә, қатып жатыр ма не? Ерінді бояп алайық. Естіліп тұр ма? Бәрі естіліп тұр ма? Сіздерге Талдықорғанға пока бара алмаймын енді. Что-то эфир интернет дұрыстамай тұр ғой деймін, қатып жатыр ма айтыңыздар, себебі өте маған да бір құлдаған бірдеңке болып жатыр. Бәрі жақсы естіліп тұрса, жақсы естіліп тұр деп жаза қойыңыздар. Бүгін сіздерге қатқан жоқ, не деген жүзіңіз жарық болып тұр дейді. Билеп. Кірші, Құдай менің заным, менің. Кім туған өсін, а? Тәттақ өзі, духи секілді. Ал енді болды. Сәлематсыздар ма деп? Сәлематсыз ба? Мен Талант Талғатұлымын. Мен Талант Талғатұлымын. Жасың нешеде? 9-да. Жақсы. Ертең Алматыға ұшамыз, е? Иә. Жақсы естіліп тұр екен, ондай болса ал кеттік. Бүгінгі тақырып бізде не? Бүгінгі тақырып бізде трансформациялық семинар туралы болады. Алдыда мен сіздермен бірге Қазақстанның 5 қаласында керемет семинар өткізгелі жатырмын. Ассаламағалейкум, Қарақалпақстаннан сіз күннен күнге жасарып әдемі болып барасыз дейді. Таңда да би, кеште де би, ми деген трансформация болып жатса, әрине жасарамыз. Учитесь, мен қалмаңыздар, үйреніңіздер. Тиктоктан да шығайын деп жатырмын прямой эфирге. Соңғы кезде тиктоктың несін үйреніп алдым, кайфын. Күшті, прям. Тиктокты қосып қойын. Сәлематсыз ба, Дубайға жолдаманы қашан дейді. Осы жақында менің енді командамда қыздар жасап жатыр. Трансформациялық семинар. Вообще трансформация деген не? Короче, рекламама семинар туралы дейді. Короче, диванные критики, которые деп сөйлейді не? Мен жасағанның жартысын жасап алыңыздар. Содан кейін барып маған әңгіме етіңіздер. Нервыға тимеңіздер. Жарнама жасайын ба? Өзім білем. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп қазақ айтады, иә? Өзім білем. Өзім қазаншымын. Өзім осы 1.400.000 оқырманды жинап алғам. Осындай еңбекпен осыған жетіп алғам. Ешқандай бәкесіз, көкесіз, ешқандай не дейді ана, жезтаңдай талантсыз, не дейді? Талант па не дейді андай? Өлең айтатын, ақындық ешқандай қасиет жоқ. Вот просто так сіздермен осындай өзімнің бір қабілетімнің, өзімнің бір не дейді ана, өмірге деген махаббатымның арқасында осындай еңбекпен жетіп отырмын. Так что өздеріңізде аккаунт ашыңыздар, 1.400.000 адам жинаңыздар, семинарлар жасаңыздар, содан кейін барып реклама жасаңыздар. И мен сіздерге стоя аплодировать етемін. Вообще түк ренжімеймін, түк парақшаңызға барып деп лайк басып кетемін. Сол бірінші сұрақ, трансформация деген не? Трансформация дегеніміз ол бір күйден екінші күйге түсу. Адамның бір состояниедан А точкасынан Б точкасына өзгеру. Өзгерген кезде оның толық тек қана мына бір ақшасы немесе бір ғана өмірлік аспект емес, мына сананың сақ ете қалуы. Ана жолы Омар Жалелмен тікелей эфир болған кезде сол кісі айтты, именно барлық жағынан адамға өмірге ең басты нәрсе бұл санаға бір сондай
ой түсу керек, адам саналы түрде түсіну керек. Вот сол кезде жаңағы адамда мықты трансформация болады. Негізі трансформация қай кездерде болады? Қай кезде болады, трансформация бір ауылдан қалаға көшкен кезде, жер ауыстырған кезде. Мысалы, мына көп жыл бала көтере алмай жүрген, немесе бір жолы болмай жүрген, жолын аша алмай жүрген, жұмысы жүрмей жүрген, қарызға батып, сондай бір адамдарға қиналып жүрген. Әрдайым көшуді кеңес береді. Мысалы, біздің даже биліктің өзінде оңтүстіктен қазір солтүстікке көшіріп жатыр. Жас отбасыларға малдың ақшасын беріп жатыр, сиыр сатып алуға, жер сатып алуға. Мен өзімде қанша оқырмандарымды танимын, жаңағындай өздеріне бір оңтүстіктің Шымкенттен, аннан көшіп келіп, Павлодарға, Қостанайға қоныстанып, шынымен өміріміз өзгеріп кетті дейді. Шынымен санада бір трансформация болды деп. Сондықтан Гербалайф Алматыда бар, менің Динара деген өкіл қызым клуб ашқан болатын, 3 сұңқар деген ЖК-да. Динараның Динара бар болсаң жерге номерін жазып қойшы. Содан кейін трансформация дегеніміз тағы неден болады? Жаңаға көшкен кезде, басқа елге келген кезде, біз мысалы мектепті 11-ші класты оқып, одан кейін университетке келген кезде бізде мықты трансформация болады. Сосын баяғы заманда әскерге жіберген жас жігіттерді Совет өкіметі кезінде Германияға, Сибирьге, Россияның басқа қалаларына кәдімгідей мына ішінашақтай болған бір ауылдың қара торы баласы, қара баласы